Сәлеметсіздер ме? Бұрын бірыңғай жиынтық төлем төлеген адамдар не істеу керек? Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті бірыңғай жиынтық төлемді қолдану мерзімін 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталғанын бұрын хабарлаған болатын. Ал ол уақытша болатын 5 жыл мерзімге 2019 жылдан бастап 2023 жылға дейін енгізілген болатын. Енді бірыңғай жиынтық төлемді төлеген азаматтар 2024 жылы жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, өздеріне қолайлы салық режимін таңдауы қажет. Бұл жағдайда ең қолайлы режимдердің бірі бұл e-салық бизнес мобильді қосымшасын қолдану арқылы арнаулы салық режимі. Бұл режимнің ыңғайлылығы неде? Біріншіден, осы e-салық бизнес мобильді қосымшасы арқылы салық органына бармай-ақ жеке кәсіпкер ретінде онлайн тіркелуге болады және өздеріңіздің кірістеріңізді есебін автоматты түрде жүргізуге болады. Сонымен қатар декларацияны ұсыну міндетті емес және кассалық аппарат сатып алудың қажеті жоқ, себебі түбіртек қосымшаның өзінде қалыптасады. Сондай-ақ қосымшада салық режимін өзгертуге, салықтарды есептеуге және төлеуге, төлемдерді басқаруға, есепке алу және қайтару жасауға болады. E-салық бизнес мобильді қосымшасы арқылы арнайы салық режимі кәсіпкерлік қызметінде жалдамалы жұмыс күшін пайдаланбайтын салық төлеушілердің 33 түріне қолданылады. Мұнда табыс жылына 3528 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек. Бұл 2024 жылға 13 миллион теңгені құрайды. Түртіп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.